Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылардың қатарынан бірінші болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып лайк түймесін баса кетіңіз. Темір жолды кесіп өткен 2 адам қаза тапты. Қаңтар айының басынан бері темір жолды белгіленбеген жерден кесіп өткені үшін 1000-нан астам азамат әкімшілік жауапқа тартылды. Биыл 8-12 қаңтар аралығында көліктегі полиция департаменті көліктегі қауіпсіздік іс-шарасын өткізуде. Бұл туралы Айқын.кз көліктегі полиция департаментіне жасап хабарлайды. Акцияның мақсаты көлік объектілерінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қоғамдық орындарда жасалатын қылмыстар мен жазатайым оқиғалардың алдын алу. Қаңтар айының бірінші 10 күндігінде 4 адам пойыз астына түскен. Оның ішінде 2 дерек өліммен аяқталды. Темір жолды белгіленбеген жерден кесіп өткені үшін 1024 азамат әкімшілік жауапқа тартылды. Мәселен, 9 қаңтарда Ақмола облысының Қара Адыр станциясында жүк пойызының машинисі темір жолда адамды қағып кетпеу үшін шұғыл тежегішті басты. Тексеру барысында көлік полицейлері белгіленбеген жерден темір жолды кесіп өткен Ақмола облысының 69 жастағы тұрғын анықтады. Қазақстан Республикасы АқБ-тік-нің 559 бабының 5 бөлігі бойынша әкімшілік жауапқа тартты. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видеолар ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.